Шуақты көктемнің алғашқы күнінде Қазақстан халқы дәстүрлі түрде алғыс айту күнін атап өтеді. Осы күні жұртшылық жоғары буын өкілдеріне, жақын жандарына және ұлтаралық және этносаралық қатынастарды нығайту жолында еңбек етіп жүрген жерлестерін құттықтады. Тағдырдың тәлкегімен елімізге қоныс аударған түрлі этнос өкілдерін халқымыз құшақ жая қарсы алып, ауыртпалық атаулыны бірге көтерді. Бұл күні бір шаңырақ астында бақытты ғұмыр кешіп жатқан ұлт өкілдері қазақ халқына жылы лебізін білдірді. Қазіргі уақытта балқарлар мен қарашайлар Қазақстанды өз отаны деп жақсы көреді. Біз қазақ халқына мейірімділік үшін, адами қасиеттер үшін алғыс айтамыз. Мен Қазақстанымыздың өркендеп, гүлдене беруін шын жүректен тілеймін. Казахстан считает своей герои. 1944 год. 1944 жылы 23 ақпанда бізді Қазақстанға жіберді. Мен ол кезде 7 жаста едім. Бірінші сыныпқа бардым. Біз Павлодарға наурыз айында келдік. Әкем тірі еді, анам үйде қайтыс болды. Үлкен ағам майданда. Бізді Аққулы ауданына жеткізді. Әкем қайтыс болды. Ағаммен жалғыз қалдық. Аштықты көрдік. Қазақтар бізді алып кетіп, бізді тамақтандырды. Нан, бауырсақ, айран берді. Өздері не жеді, соны бізге берді. Олар бізді аштықтан, суықтан құтқарды. Үйлеріне қондырып, пана берді. Барша қазақ халқына зор денсаулық, тек амандық тілеймін. Я гражданин Казахстана. Менің атам мен әжем қазақтарды қарапайым халық деп қандай жылулықпен айтқанын ұмытпаймын. Мен қазақ ақынымыздың сөзімен алғысымды жеткізгім келеді. Рахмет саған, туған жер. С какой теплотой и моей бабушка с дедушкой. Алғыс айту күні көп ұлтты ел бірлігінің символына айналғанына қарамастан, біздің денсаулығымыз бен қауіпсіздігімізді күзететін әртүрлі мамандықтағы адамдар да ерекше алғысқа лайық. Алтын Рысбаева облыстық ауруханада ота жасатып, бүгінде қажетті ем-дом шараларын қабылдауда. Медицина қызметкерлерінің кәсіби және үйлесімді жұмысының арқасында жаңа өмірге қадам басты. Маған ота жасалды, өзімді жақсы сезініп отырмын. Осы бөлімшенің бүкіл ұжымына, дәрігерлеріне, басқа да медсестраларына, бәріне көптен көп ризамыз, рахметімізді айтамыз. Рахмет сіздерге. Дендеріңіз сау болсын, аман болайық. Бұл күн барлық қазақстандықтардың бір-біріне мейірім, достық, махаббат таныту мерекесі. Күйбен тіршілікпен қарбалас уақытқа қарамай, алғыс айту күнінде өзіңіздің жақын жандарыңызды мерекемен құттықтаған абзал. Спасибо, мам, что ты у меня есть. Поздравляю тебя с этим знаменательным днем. Балам, саған да рахмет, еңбегіңе жеміс тілеймін. Сенің бар болғаныңа қуаныштымын. Рахмет. Мөлдір Сағидолла, Валентина Диденко, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.